Театр әлемі драма үйірмесі. Тақырыбы: қаруын қаламға айырбастап. Елін жаудан қорғаған ақын жазушылардың өлең жырлары. Үйірме жетекшісі Кемелбекова Әйгерім Ерланқызы. Мақсаты: ұлы жеңісті дәріптеу, ұлы отан соғысында отан үшін ерліктің тамаша үлгісін көрсеткен батырларымыздың ерлік істерін құрметтеп, үлгі өнеге ету. Өз отанына, туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру. Отанын, туған жерін сүюге, қорғай білуге тәрбиелеу. Әкеден жетім қалды жастарынан, өткізді сол өмірді бастарынан. Атқарған өз міндетін қайран ана, әке боп көрінуші ед қастарынан. Батыстан келе жатты отты дауыл, соғыс деп айтуға да қандай ауыр. Ауылдың тіршілігін елге тастап аттанды ел қорғауға әке бауыр. Жауынгерлер, қан майданның жүректе жарасы бар. Қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде санжарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтыңынар, жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмаған жалғыз сөздің, бүгін ұрпақ өздерің арқылығар. 1941 жыл ақпан. 1941 жыл ақпан датқан. Сыртта аяз, ауылымызды ақ қар жапқан. Үңірейген үрей тұр соғыс дейтін алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан, деді, ол ертең аттанады. Аттанады еңбектің ақ табаны, күрегінің орнына қару алып, жауынгердің рөлін атқарады. Ол ертең аттанады. Жардай тұр шараспан, тозған таға, үскіргірлей мәлде қозғалтама. Әжем жүр, туған жердің топырағын тұмарғып тігіп жатыр бөз қалтаға. Ол отыр, аямай-ақ шыбалған, кеудесін мазалайды күшік арман. Аттан әке, таныс қой, күрес саған, күресу керек қой, күші бар жан. Неге бізге үмітсіз тесілесің, аттан әке жолыңнан кешігесің, кеудесінде жыбыны бар пақырлар, сенсіз де тауып жейді несібесін. Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл-ойдың апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақ сүйектің құлдыңда. Соғыс деген төккен ары қыздың және ұлдыңда. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы. Соғыс деген соқаймайтын есуастар табысы. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген соқырлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады, таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде санжарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтыңынар, жүздеріңде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылығар. Ұлы отан соғысының 40 жылдығына орай жазылған өлең. Таң атады, күн батады, қара жерде айналар. Қатал тағдыр тіл қатады, көкіректі қайғалар.
Бақыт сенің қолдарыңда күнде келер арайлы. Жүріп өткен жолдарыңда өсек қардай борайды. Қанаттылар парады ұшып, уақыт шіркін зырлайды. Қара түнде қара мысық көкіректі тырнайды. Соғыстың соңғы көктемі Мұқағали Мақатаев. Жасылмен бояп қойған ба жап-жасыл таудың бөктері, қырлар да мына ойларда жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ барманға, соғыстың соңғы көктемі. Мұқағали Мақатаев интервью. Шетелдік әріптеске. Біз мына қоғаммен бірге өсеміз, тілдесеміз, үнімен үндесеміз. Ақиқатты айтуды бізден сұра, ақиқатты айтуды білмесеңіз. Әкелер салып кеткен іздерменен келеміз, анық басы біздер деген қоғамның қолқанаты, біздер белек, жандарымыз сіз көрмеген. Солдатпыз, отан үшін жанын үзген, арымның иесіміз балғамен орағының. Біз отанның қаруы дарынымыз, ақынымыз Советтер одағының. 75 жыл бақытқа орап саянды, бүлдіршіндер күлкі менен оянды. Жеңіс туы желбіреген елімде, бейбітшілік мәңгі болсын баянды. Жеңіс деген жақсылықтың сынары, жігер менен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы. Осыдан тура 79 жыл бұрын, яғни 1941 жылдың 22 маусымында Ұлы Отан соғысы басталған болатын. Кеңес одағы армиясы басқыншы фашистік Германияға қарсы соғысуға мәжбүр болған еді. Бұл күн қазіргі заманда еске алу және аза тұту күн ретінде аталып өтілінеді. Сол соғыста қаза тапқан аға әпкелерімізге, ата әжелеріміздің құрметіне Махмұт-Май Әміреұлының «Қан майданның жүректе жарасы бар» өлең жолдарын жолдаймын. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерлейді қалқымыз қаһарманның, жүресінде сан жарық сапарларын. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтыңнар, жүздеріңде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар. Жасқан баған жауыннан жарақты ер, ерлігіңді аңыз ғып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ, жүздеріңе сендердің қарап білер. Дарқан мінез, дәрия ой, тарашыңдар. Жарқын жүзді, жүрегі ақ, жанасылдар. Арамызда жүретін алшаң басып, майдангерлер азайып барасыңдар. Қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар.